мен шаршап тұрмын, бүгін балдар ұйықтата салшы. Мен сенемін, что менің күйеуім маған жоқ демейді. Я, конечно, қамқоршылық бар ғой андай. Бүкіл ең ауыр жүкті мен аламын, ең соңғы мен жеймін, ең соңғы мен ұйықтаймын, ең соңғы мен демаламын деген сияқты. Бұл не? Ер кісіге тән нәрсе. Сенімділік тек қана өтірік айтады, айтпайды емес, положиться ете алу. Спокойно попросить етсе, маған жоқ демейді, маған қолдау көрсетеді. Оқуға бару керек десе, оқуға жібереді деген сияқты. Еркін түрде, ешқандай бір айласыз, өтіріксіз, спокойно, ашық түрде әңгіме айта аламыз, бөлісе аламыз, попросить ете аламыз, сенімділікті мысалы. Әйел кісілерде көп жағдайларда по умолчанию бар. Сенімділік. Ер азамат андай, әйел үйден кеткен кезде, 3 баланы күйеуімен қалдырып кетсе, уайымдап жүреді. Не болды, десе екен, шай берді ма, тамақ берді ма, қалай болып жатыр екен деген сияқты. Бірақ ер азамат үйден кеткен кезде 3 баласын уайымдамайды. Әйел балама қарап жатыр ма, қарап жатқан жоқ па. Әйелде ол как бы бар нәрсе да ол. Бірақ ер азаматта ол болған кезде ол көріп кетеді. Оның ерекшеленеді. Хадисте тұрғысынан. Қамқоршылық, әйелде бұл мейірім ретінде көрінетін болса, қамқоршылықта бұл жерде барлығын қамтамасыз ету, бір безопасность беру ғой адамдарға. Материальный, физический, моральный, крышевать ету бәрін. Қамқоршылық көрсету, бәрі жақсы болады. Мысалы, әйелі паника болатса, күйеуіне келіп, успокаиваться етеді. Балдар бір паника болатса, әкесіне келіп успокаиваться етеді. Үйде бір кризис болатса, қашын бәрі шешем дегенде уф деп успокаиваться етеді, мысалы. Әйелім айтады, сен жоқ кезде мен түнде нашар ұйықтаймын. Жиі оянамын, қайта не қыла беремін, командировка, басқа қала семинарға барған кезде, сен барған кезде болған көтеріп сенімділік болады. Спокойно өтсе бір. Потому что білем да, если что андай, балдардың бөлмесіндегі телевизорын сен жауа саласың, басқа жақта ашық қалып қоймайды, соңғы светті өшіріп, бәрі бір қадағалап, бәрі дұрыс па деді, последний сезінесіз, мен спокойно боламын дейді. А сен болмаған кезде мен жатамын да, блин, ананы ұмытып келген жоқ па, мынаны қалып кеткен жоқ па, мынаны істедім ба деп көп уайымдай жүремін. Сосын ер азаматта осындай бір қамқоршылық қасиеті оны не істейді, ерекшелейді. Жомарттық неге әйелге тән нәрсе емес? Благородный дейді ғой. Орысша айтқанда благородный деген сөз благородный болады ма? Жомарт деген шебір. Әйел адамға благородный деп айта алмайсың да, мысалы. Ер адам айтады, о, мужчина, благородный мужчина да. Әйел адамға благородный деп айта алмайсың ғой, мысалға. Сол сияқты жомарттық та сондай да, тек қана ер адамға тән да. Сол. Әйел адамға жомарт екен деп айта алмайды. Қамқоршылық көрсететін, еңбекқор болатын, батыл болатын, асырайтын адамға сол тапқанның барлығын семьясына құрту үшін жомарт болу керек. Анда миллиондап тауып, семьясына кешіресіз иіс кетпейтін адамдар да бар. Өзіне бренд киім әкелетін, әйелі бар, базардан киінетін адамдар да бар. Вроде тауып жатыр, вроде бар, бірақ жомарт емес та андай, семьясына құртамайды. Жұмсай алмайды. Жомарттық ер азаматты всегда приукрашивать ететін качество. Мен не қыламын өзім, мысалға, әйелім қанша ақша сұрайды, всегда 5-10 мың теңге болса да артық беруге тырысады. Ол и так запаспен сұрайды ғой, сонда да артығымен. Ол да мәз болады да, вау, супер деген сияқты. Бір кейс бір жолдасын танысады қызбен да, жомарттық көрсетіп кафеде отырады да, жомарттық көрсетіп үшін алады да, самый дорогой шампанский соседний столға да бірлерге дайындап жүреді. Сонда анда танысып отырады, сен пасың істейме вообще. Алып айтады, мен жомарттығымды көрсеткім келді дейді да, туған болып отқан не ғой, стол ғой соған өзінше отырып айтады. Танымайтын біреулер. Жомарттығы наоборот сыграл дейді да, екеуміз. Ол жомарт. Әйелмен танысуға келеді. Әйелге көрсету керек еді. Ол жомарттық ол панты ол. Панты да? Ол панты, ол жомарттық емес. Мен айтамын, неге жіберді десем айтады да, мен ана қыздың көзінше хотел эффект делать. Мен клиент туған күн болып отыр екен, мен хотел им приятно сделать деген. Ана қыз айтты да,